обзор жасайтын боламын. Барлықтарыңа сәлем достар. Екі үйі бар. Медбек. Біреу менің қарындасымның сіңлісінің үйі. Ал достар, обзорлар басыңыз. Біріншісі бұл Мединаның үйі. Әдемі жасалған. Ас бөлме. Ей, наяқтан қалай кіріп негізі? Наяқта комнатасы достар. Екі комната бар екен, монтаждайтын бүкілі бар екен достар. Төбесінде демалатын жері бар екен достар. Кетіп достар, Алинаның үйіне. Тағы компьютермен, наяқта пылесостар ойладым ба? Таудағы үйіне обзор жасайтын боламыз тағы. Наяқта жататын бөлмелер, диван. Наяқта өзінікі. Мен ол әдемі зат жасалыпты. Сындыр кеттім әне. Наяқта төбесінде ас бөлме. Үшінші төбе. Ұйықтайтын жері екен. Сондайлар қызықсар, жағында мысықтары бар, наяқта мұсыр, наяқта шай ішетін бөлмесі бар екен. Наяқта жуынатын кәдімгі туалет достар. Наяқта да сондай жататын жері, қандай туалет. Шай ішіп отыр. Уборный ғой, уборный. Достар, мынау таудағы үйіне де кеттік обзор. Таудағы үйіне. Наяқта балкон. Балкон бар екен. Балкон көрмедім. Таудағы үй достар мінекей. Таудағы үйінде қараңыздар. Мәссам, әдемі жасаған шешін. Бірақ қысылып өтеді екенсің да, Әне тұр ғой, әне үліп тұр ғой. Мен үй бір түсті екен енді. Сыр. Быт шыққан үй ғой, бірақ нәрмәл. Мен кірамайын, кірдім. Мен шыға алмай қалдым. Мен қалайсың? Әдемі жасаған. Давай достар, онда бағалап кетейік комментарияға. Мысалға әдемі бөлме, шай ішетін бөлмесі бар екен. Сәлем достар. Мына үйді нешеге бағалаймыз, және мына үйді, және таудағы үйді. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар.